Финдік пилот Ханно Микола жарысты 9 минут басымдықпен жеңіп шығады. Жарыс біткен соң пилоттың өзі таңғаларлықпен: "Мен бұл автомобильден болашақты көрдім. Quattro автомобиль және ралли әлемін түбегейлі өзгертеді" деген болатын. Audi Quattro 4 дөңгелегімен жерге жабысып алғандай орнынан қозғалып, арасындағы жарыста да Audi бас жүлдені алады. Экипажы, яғни француз аруы Мишель Мутон чемпион атанады. Ол бір рет жеңсе мейлі еді, жай кездейсоқтық қой деп айта салатын. Бірақ бұл жынды қыз бір емес 3 рет қатарынан Сан-Ремо раллиінде Швеция, Греция, Бразилияда да жеңіске жетеді. Audi мен француз аруының арқасында осы жағдай ралли әлеміне миллиондаған фанаттар сыйлағаны сөзсіз. Сонымен 1982-ден 1984 жылдар арасында Audi Quattro 4 чемпиондық титулды қанжығасына байлайды. Бұл автомобильдің ерен еңбектері әлі күнге дейін ұмытылмайды, достар. Қазір бұл сұлу коллекционерлер қолында $80,000 жоғары бағада тұрады екен. Ары қарай одан да қызық, достар. Audi Sport Quattro. Бұл машинаны аудиліктер арнайы ралли Б группасына арнап шығарған болатын. Қарапайым халыққа небәрі 214 данасы ғана шығарылды. Азаматтық комплектациясы капот астында 306 жылқысы бар мотор иеленеді. Бұл мотормен Audi Sport Quattro орнынан адам сенгісіз 4,7 секундта жылдамдықты асыратын, достар. Ол вақыттағы нағыз адам шошитын цифралар еді. Неге десеңіз, сол таңдағы Ferrari Testarossa да, Lamborghini Countach та бұндай жылдамдықпен мақтана алмайтын еді. Кузов панельдері мен есіктері салмақ азайту үшін пластикалық материалдардан жасалатын. Ал раллилік Sport Quattroда 450 аттың күші бар еді. Бірақ бұның өзі аздық етті. Келесі жылы Audi инженерлері нағыз құбыжықты ойлап шығарады. Бұрын соңды ралли көліктері бұндай жылдам болған емес еді. 550 жылқы күші 1090 килограммға. Түсініп тұрсыз ба? 550 аттың күші тонна 90 килограмм. Енді ойлап қараңызшы. Мұндай аса айғырды трассада бір нәрсе қылып ұстайтын шығарсыз. Бірақ ралли жолдарында бұндай көлікті басқару үшін үйіңізден шығарда пилоттарға дәрет алып шығу керек шығар. Майда тас жолдар немесе қар мен мұз араласқан тар жол тайғақ кешу. Сол кездегі ең үздік пилот Вальтер Рельдің өзі. Мен бұл көлікті айдағанда өзімді Audi үшін өте жай ойланатын адам секілді сезінетін деген болатын. Ал басқа гонщик Ханна Микалядан сұрағанда, Audi жылдамдығы туралы ойлап қараңызшы. Сіз бағдаршамда тұрсыз. Audi'ді от алдырып, сары түс жанғанда моторды 8500 айналымда ұстап тұрсыз. Сцепленияны жібере салғанда арттан ұратын соққы сондай мықты. Құдды бір 5 тонналық жүк көлігі келіп соққандай сезінесіз деген екен. Жалпы автомобиль өте жылдам және өміріңізге өте қауіпті еді. Қазіргі тілмен айтқанда, тәжірибеңіз жоқ болып бұл көлікті айдасаңыз, Инстаграмдағы 4 негерді күте бергіңіз дегім келеді. Жалпы достар, толық жетекті автомобильдерін әлемге таныту үшін аудиліктер тек жарыстарға қатысқан жоқ. Сол уақыттарда көп адамды таңғалдырған видео әлемге жарыққа шығады. Кәдімгі сериялық 138 жылқының күші бар Audi Stock 37,5 градус болатын қырға оп-оңай шығып кетеді. Шаңғымен секіретін бетін толық қар жауып жатқан трамплиннің өзі де толық жетекті Audi'ге кедергі бола алмайтын көрсетеді. Көбісі бұл жарнамаға іштарлықтан ба белгісіз, бірақ сенімсіздік таныта бастайды. Олардың айтуы бойынша видеодан трос байланып тұрған көреді. Бірақ аудиліктердің айтуы бойынша бұл трос тек төтенше жағдайда ғана автомобильдің артқа аударылып кетпеуін қамтамасыз ететін туралы айтады. Сонымен біраз уақыт өткеннен кейін тағы да бір дәлелдеу үшін публика алдында бұл трюкті қайталап көрсетіп береді. Бұндай автомобильдің мүмкіншіліктеріне бүкіл әлем қол соққаннан басқа амал қалмайды.
Ал достар, бүгін біз сіздермен жалпы кватро ұғымы қайдан шыққаны, қайдан пайда болған туралы әңгімелестік. Карантин біткеннен кейін өзімнің YouTube каналыма жаңа тест-драйвтар салатын боламын. Сіздермен бірге Abdic Motors. Менімен бірге болыңыз. Сау.